Девран мен Азизе үйлеріне келеді. Азизе келісім бергеніне Девранның басы бақыттан айналып тұр. Азизе әжесі әкелген көйлекті киеді. Азизені көрген Девранның басы айналып құлап қала жаздайды. Мәриям уды суға араластырып, Девран мен Азизенің бөлмесіне қойып кеткен еді. Девран да Азизе де сол судан ішіп алады. Екеуі төсекте сөйлесіп жатады. Бір кезде Азизе жөтеліп, басы айнала бастайды. Девранның да мазасы қашып, екеуі ес-түссіз құлап қалады. Первин үйіне келеді. Келсе, Азизе де Девран да ес-түссіз жатыр екен. Оларды өлдіге санаған Первин қорқып кетеді. Алдын Мәриям Первинге келіп, менің көзіме шел басты. Азизеден құтыламын деп ойладым, бірақ ол суды Девранның да ішіп қоятынын мен білген жоқпын дейді. Азизе өлсін деп олардың суларына у қосып кеттім, ал ол суды олардың бөлмесіне қойып кеттім дейді. Девран ішіп қойып өліп қалса мен не істеймін деп жылап тұрады Мәриям. Содан кейін Первин Девранның үйіне жүгіріп келіп, оларды құтқармақшы болады. Ола Мәриямның әжесіне хабарласады. Балам өліп барады, өтінемін құтқаршы дейді. Мәриямның әжесі болса, менің немеремді ренжіткендерді мен тыныш қоймаймын. Көрдің ба менің қолымнан не келетінін деп Первинді қорқытып жатыр. Бұдан бұлай менің Мәриямымды ренжітуші болма дейді. Бұдан бұлай сенің айтқандарыңнан шықпайдымын. Мәриям үшін барлығын жасаймын дейді. Уды қайтаратын маған тәсілді айт. Девран өліп бара жатыр. Баламнан айырылып қаламын деп Первин жылап тұр. Себе әжей болса уды қайтаратын тәсілді Первинге айтады. Первин жазып алады. Мәриям қонақ үйде жылап отыр. Егер Девран өліп қалатын болса, онда мені де бұлар тыныш қоймайды дейді. Олар мені де өлтіреді, ауылға да қайта алмаймын. Енді не істеймін деп Мәриям қашуға бел буады. Оның есіне Фрат түсіп кетіп, одан көмек сұрауға бара жатыр. Первин Азизе мен Девранға у қайтаратын қайнатпаны әкеп ішеді. Екеуі құсады, қалдері жақсы болып қалады. Первин Азизе мен Девранды құтқарып қалды. Судың беті қайтқаннан кейін Азизе де Девран да естерін жия бастайды. Ал Мәриямға келетін болсақ, ол қашпаққа бел буып Фратқа келеді. Фрат Мәриямды көріп қуанып кетеді. Ол Мәриям емес пе? Мәриям маған келе жатыр ма деп Фрат Мәриямның алдынан шығады. Сол уақытта Первин Мәриямға хабарласады. Уақытында келіп үлгердім. Әжең уды қайтаратын тәсілді айтты. Енді менің айтқандарымнан шықпайсың. Ендігі ісім сенімен болсын дейді Мәриямға. Девранның тірі қалғаннан кейін Мәриямның ойы өзгеріп кетеді. Ал Фрат болса ешнәрседен хабары жоқ. Мәриям, сен маған келдің ба? Саған қандай көмек? Саған көмектесуге әрдайым дайынмын дейді. Фрат, мен саған мынаны айтуға келдім дейді. Мені күтпе, мен Девранды жақсы көремін. Екеумізден түк шықпайды дейді. Өтінемін, мені аңдығаныңды қой дейді. Фрат айтады, Мәриям, Девран сені сүймейді, оны өзіңде білесің. Менің саған деген сезімімді білесің дейді. Кел екеуміз отау құрайық. Дәстүрге орай үйде қай бала үлкен болса, сол әулет басына көшеді дейді. Екеуміз әулеттің басшысы болайық дейді. Ал Мәриям болса, әулет-мәулет мені қызықтырмайды. Мені тек Девран қызықтырады. Одан басқа маған ешкім керек емес дейді. Фрат ренжіп қалады. Жарайды, Мәриям, айтқаның болсын. Ендігәрі мен саған жоламаймын деп кетіп қалады. Первин Девранды төсекке жатқызып, оның асты үстіне түсіп дәйек болады. Ал Азизеге қарамайды да. Балама өзім қараймын, уайымдама. Ал сен қаласаң үйіңе қайта бер, бауырларың қарасын саған дейді. Азизе, жоқ, мен осында қаламын. Оларды түн жарымда барып қорқытып алмайын дейді. Первин, жарайды, өзің білерсің онда деп баласының жанында отыра береді. Азизе қонақ бөлмедегі диванға барып жатады. Таңертең Девран мен Азизе бірге оянады. Түнде Девран есін жиған кезде Азизені таппағандықтан оны іздеп қасына келіп жатыпты. Первин келеді. Екеуінің бірге жатқандарын көріп жынданып кетеді.